Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі күнге сәттілік тілей отырып сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз тақырыбы компьютерлік вирустар және вирусқа қарсы бағдарламалар. Вирустар дегеніміз не? Соған тоқтала кетейін. Вирус бұл арнайы жазылған шағын программа. Ол өздігінен басқа программалардың соңына немесе аяғына қосымша болып тіркеледі де бүкіл компьютердегі программаларды немесе файлдарды жаймендеп жоя бастайды. Яғни вирус жіберіледі. Сол вирус компьютер бойына жайыла бастайды. Яғни компьютерде вирус пайда бола бастағаннан бастап компьютердің жұмыс істеу деңгейі жоғала бастайды және ауырлай бастайды, жұмыс жүрмеуі мүмкін. Яғни оған біз не істейміз? Оған қарсы енді бағдарлама керек, вирусқа қарсы. Ол антивирус деп аталады. Антивирус латын тіліне аударғанда анти қарсы немесе кері, ал вирус у деп аударылады. Антивирусты атайтып тұрғандай компьютерге енген қауіпті нұсқауларды, яғни вирустан қорғайды. Яғни программаларды қорғайды, файлдарды қорғайды, яғни дискілерді қорғайды. С дискісі немесе Д дискісінде қай жерде бар, сол жерде вирустарды жойып, соған қарсы жұмыс жасайтын программа. Вирустардың компьютерге ену жолдары қандай? Яғни қалай компьютерге енеді? Яғни ғаламтор желісі арқылы, яғни интернет арқылы десек те болады, электрондық пошта арқылы, яғни құжаттар арқылы, сосын бар локалдық желі арқылы, сосын пираттық бағдарламалар арқылы, одан кейін есте сақтау құрылғылары, одан оны флешка десек, диск десек те болады, тасымалдаушы құрылғылар десек те болады, сол арқылы компьютерге вирус шығады. Вирустардың пайда болу белгілері, яғни бағана айтып өттім, программа дұрыс жұмыс істемей қалуы мүмкін, немесе мүлдем жұмысын тоқтатуы мүмкін, экранда бөгде сигналдар шығуы мүмкін, хабарламалар шығып кетуі мүмкін, вообще қажетсіз нәрселер шығып кетуі мүмкін. Компьютерім баяу жұмыс істеп қалады, кейбір қажетті файлдарым жоғалып кетуі мүмкін. Одан кейін компьютер қатып қалып, жұмысын жиі тұрып қалулар пайда болуы мүмкін. Сол кезде біз білеміз, яғни компьютерде вирус бар деп. Яғни табылған вирустарды қалай жоямыз? Яғни антивирус, жаңа айтып өттім, антивирус программасы арқылы. Яғни ол антивирус не жасайды? Антивирустық программа қалай жұмыс жасайды? Ол вирусталған файлдарды жояды, карантинге жібереді, басқа вирустардан сақтайды, сосын файлдар тазартады, сондай жақсы қызметтерді атқарады. Компьютерлік вирустардың өмірлік циклі туралы айтып өтейін. Яғни латенттік период дейді, вирустық ешқандай қимыл жасалмай бір орында қалып қоюы. Одан кейін өсу периоды деген бар, яғни бұл вирустың тек қана көбею уақыты, жылдам көбеюі мүмкін. Одан кейін белсенді период дейді, көбеюмен бірге вирустар алгоритміне салынған рұқсатсыз қимылдар жасалынатын уақыт. Ең бірінші тарихына тоқталып кетсем, ең бірінші болашақтағы вирустық технологияны пайдаланушы ойын бағдарламалары пайда болды. Содан кейін базада жинақталған ғылыми және тәжірибелік нәтижелер бойынша кейбір адамдар өздігінен өндіруші бағдарламаларды тұтынушыларға кесел келтіріп, қастандық жасау мақсатында немесе өзінің бағдарламалық өнімін рұқсатсыз қолданудан сақтау үшін шығара бастаған бұны. Одан кейін вирустар таралатын орта бойынша келесідей жіктелуін тоқталып өтейін. Яғни файлдық вирустар, жүктелетін вирустар, жүйелік вирустар, макровирустар, яғни флеш вирустар. Алдағы сабақтарда сіздерге бұны нақтылап түсіндіретін боламын. Одан кейін қандай антивирустар бар?
антивирустық программалар бар. Мен сіздерге соны айтып өтейін. Қазіргі кезде кейіннен қолданылып жүрген программалар, антивирустар дейін, программист, кешіріңіздер, антивирустар бұлар Avast, яғни бұл антивирустың негізгі ерекшелігі вирусқа қарсы тексеру өте жылдам, компьютердің ресурстарын өте көп қажет етпейді, шпиондық бағдарламаларды қорғаныс жасай алады. Одан кейін PS Tools антивирусы, бұл ерекшеліктері шпиондық программалар вирустарды тауып, оны жояды. Компьютерді автоматты түрде бақылап отырады, енген вирусты бірден жояды. Одан кейінгі AG антивирус Free, бұның ерекшелігі үйде қолдануға арналған вирустық базаны тез жүктейді. Пайдалану функциясы өте қарапайым. Одан кейіннен қолданылып жүрген Kaspersky антивирусымыз бұл. Бұның да ерекшеліктері вирустардан, трояндық бағдарламалардан құрттарды қорғайды, шпиондық жарнамалық программаларды қорғайды, автоматты режимде немесе талап бойынша файлдар тексереді, браузердегі интернет трафикті тексереді, Java және Visual Basic скрипттерін тексереді. Одан кейін EsetNote 32 антивирусы, бұның да ерекшелігін тоқталып өтейін. Заманауи антивирустан қорғайды, трояндық программаларды жояды, интернет желісі арқылы соңғы жаңартуларды енгізуге оңай, кең көлемді сканерлер жасайды, интернеттен келетін залалдарды қарсы қосымша құралдары бар. Яғни бүгіндегі осы, алдағы уақытта сіздерді тағы да тоқтала өтемін. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Рахмет.